Жарайды, жұмбағымды айтайын. Бір кемпір мен шал бопты. Соның баласы мен келіні болады. Баласы қайтыс болып, келін жас қалады. Оны естіген бай ауылдың бір болыс, малы көп болыс. Соны тоқалдық алмаққа кемпір мен шалдың үйіне келеді. Сөйтіп келіп, аттан түсіп нөкерлерімен ойын білдіреді. Енді алыстан келген адамды құр жібермейді, тамақ істеп қондырып жібереді, немесе жаңа әйтеуір қазан көтереді ғой қазақта. Сонымен енді кемпір мен шал сасып қалады, мұндай деп ешкім ойламаған. Келін де естиді не себеппен келгендерін. Содан кемпір мен шал тамақ істейік, бір тамақ алдына қояйық деп әрекет қылып қазан жаққан ағанда келіні ақылды екен, келеді дағы: апа, үндемей отыра беріңіз, қонақтармен бірге әңгімесін айтып, тек қана жауап айтпаңыздар, жауабын өзім берем дейді. Сөйтіп жаңағы еттен қуырып, ет аспайды, еттен қуырып, жаңағыдай кішкене бірлеген кәдімгі қуырдақ жасап әкеледі келген нөкерлерімен жаңа болысқа. Бірақ қойдың екі бірдей мүшесін қояды алдына қаратып, сол болысқа қаратып, алдына табақ тартқанда сол айтады: ал асқа қараңыздар, міне алыстан жолаушылап келіп қалған екенсіздер, мынау сіздің сыбағаңыз, алып отырыңыз, дәм татыңыздар деп, екі бірдей мүшені жаңағы болысқа қаратып алдына сыбаға деп қояды. Енді ол кезде қазақтың бәрі білесіздер ғой, сөзге тоқтаған, сөзді түсінген, мәнін ишарамен түсініп қалған адамдар ғой. Анау екі бірдей мүшені көргеннен кейін жаңағы болыс ләм деп айтарға сөз таппай, жауап таппай, дәм татпай орнынан тұрып, нөкерлерімен бірге шығып кете берген екен дейді. Ләм деп сөзге келмей. Енді сұрақ: табаққа қандай мүшелер салынды? Және ол нені білдіреді? Келін не айтты оған? Болыс не деп түсінді? Сондықтан осы жұмбақтың шешімін тауып беріңіздер. Қай жеңгендеріңізді кейін саралап аламын. Бәріміз қазақтың баласымыз, сөзге малдың арасында өстік. Не нәрсе нені білдіретінін жақсы білеміз. Сондықтан осы сұрақ сіздерге тасталды. Сұрақ жерге тасталды, ойын басталды. Ал кластастар, жабылыңыздар, жабыл қазақ, жабыл. Шешіңіздер енді.